Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Тарих мектебі каналы сіздерге Махамбет Өтемісұлы туралы презентациямен таныстырады. Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында, яғни қазіргі Жарсуат ауылы Қараой жерінде дүниеге келген. Ол тарихта ақын, күйші Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістің көсемі әрі жалынды жаршысы ретінде танылған. Бала кезінен мұсылманша, орысша оқыған, ал әкесі Өтеміс өте елге ықпалды билердің бірі болды. 1824-1828 жылдары Орынбор қаласында Жәңгір Керей ханның ұлы Зұлқарнайынның қасында болады. Зұлқарнайынның тәрбиешісі, атабегі, ақылшысы бола жүріп, 1829 жылы Махамбетті ішкі ордаға жайықтан жасырын өтті деген айыппен қамалып ұстап, оны 2 жылдай абақтыға қамалады. Махамбет Өтемісұлы өзінің өмірінде өте үлкен тұлғалармен таныс болды. Оның ішіндегі ең үлкені Орынбор губернаторының жанындағы ерекше тапсырмалар жөніндегі шенеунік қызмет атқарған Дальмен жақсы таныс болды. Сонымен бірге ішкі орда мен Орынборда қызмет еткен Карелинмен хабарласып, қатынас жасап тұрған. Яғни осы хаттарынан орысша, қазақша сауатты болғанын біле тұра, сонымен бірге мемлекет ішіндегі мәселелерге Махамбеттің жай көзқараспен қарамағандығын, үнемі халықтың мұңын мұқтап, жоғын жоқтап жүрген тұлғалардың бірі болғандығын көруге болады. Махамбет Өтемісұлы 1836 жылы 38 жылдар аралығындағы Исатай батырмен бірігіп, сол жылдан бастап Жәңгір хан Махамбетті өз жағына тарту мақсатында старшын лауазымын ұсынады. Жер мәселесі, жайылымның тарлығы, Орыс империясының Қазақ хандығын жою мақсатындағы іс-қимылдары, сонымен бірге Жәңгір ханның жерді туған туысқандарына бөліп беруі мен қайынатасы Қарауылқожаға үстемдік берген астамшылық әрекеттері осы көтерілістің басталуына себепші болады. Қарауылқожа мен Исатай Махамбет арасындағы тартыс, өршіл, наразылық үлкен қозғалысқа айтылады. Сонда Исатайдың атынан жазылған «Әй Махамбет жолдасым» атты Махамбеттің толғауы, хан баласы жылады-ау деген өлеңдерінде осы көтерілістің шындығын жариялайды. Әсіресе 1837 жылғы Бекетай құмындағы көтерілісте Гикке әскерімен соғысып жеңіліс табады. Сол кезде оқиғаларды соғыс жырында бейнелеп, ереуіл атқа ер салмай және жабығу деген туындыларын шертеді. 1836 жылдары осы Жәңгір хан Махамбет пен Исатайды ұстап әкелуді және бұл істі Қарауылқожаға тапсырады. Махамбетті Жәңгір хан баласына жасаған жақсылығын ескерте отыра бірнеше рет оны тұтқыннан босатады, бірақ соның өзінде де 1836 жылы осы Исатайға көтерілісіне қосылып кеткені үшін оған әртүрлі жалалар жаба бастайды. Мысалы, 1836 жылы Күшік Жапарұлын өлтірді деп айыптап, Қарауылқожа осы Махамбеттің үстінен арыз түсіреді. Әрине, сараптай келгенде Қарауылқожаның сөзі басым түсіп, Жәңгір хан осы Махамбетке деген өшуін күшейтеді. Олардың әрдайым қамауға алуын ұсынады. Сосын Исатай мен Махамбет керісінше осы Қарауылқожаның ауылын шауып, өздерінің өшпенділіктерін көрсетеді. 1837 жылдары осы Исатай мен Махамбетті ұры деп жазғырып, тез арада қамауға алуларын талап етеді. Яғни осы кезеңдегі соңғы шайқасы 1838 жылда Ақбұлақ бойындағы шайқас болады. Бұл шайқастың Махамбет үшін өте ауыр болған сол, Исатай қазаға ұшырайды. Ал кейін Махамбет бұл көтерілісті жалғастырғысы келіп, Хиуа жақта 2 жылдай жасақ жинауға әрекет жасайды, бірақ та әрекет іске аспаған соң, әрі Исатайдың қазасынан кейін Махамбеттің бұрынғыдай сөзі жүрмеген соң, Бөкей ордасына жасырын өтіп, осы ел ішін паналайды.
Ең атақты көтерілістердің барлығы осы Еділ Жайық өзенінің бойындағы өте тар аймақта жүргендіктен Исатайдың қапылыста қолға түсіп қалуы заңдылықта еді. Өйткені Исатай мен Махамбетті Жәңгір хан өз жағына тарту арқылы, әртүрлі сылтаулар арқылы Орал өзенінің бойына судың тез қатып кетуіне күтім жасатады. Яғни бұл батырдың көңілі аңғал келеді. Шынайында Жәңгір хан Бөкейұлының ар жағындағы жазалаушы отрядтарды күтіп отырғандығын кейіннен ұғады. Бірақ өте кеш, яғни Ақбұлақ шайқасында, соңғы шайқаста қолға түсіп мерт болады, өкінішке орай. Енді Махамбет барлық күрестерде өзінің жырларымен атағы шығады. Сонымен бірге ол өте үлкен күйші де болған. Махамбет Өтемісұлының барлық өмірі жалпы ауыр да, сүргінді, қиын болады. Әсіресе осы Махамбетті тұтқындап ұстап әкеткен кезде үнемі бүліншілікке араласты деп қатаң жазаласын деген үкімнен баса арылмайды. Яғни Махамбеттің ең үлкен жазасы сол, барлық әрекетті патша үкіметіне қарсы шығуға талпындырып, үнемі жырларын арнап жүреді. Мысалы, оның ең үлкен өлеңдерінің бірі осы Мұнар күн, ереуіл атқа ер салмай, ұлы арман, жайықтың бойы көк шалғын, атадан туған ардақты ер деп, сонымен бірге арғымақ сені сақтадым, арғымақтың баласы деп өте көптеген өлеңдер шығарады. Енді осы күйлерінің ішіндегі ең ерекшелері өкініш, қайран нарын, жұмыр қылыш және терезе күйлері болды. Махамбет шығармалары хандыққа, осы халықты аяусыз қырғындыққа салып жүрген хандарға арналады. Әсіресе Жәңгірге, Баймағамбет Сұлтанға және Мұнар күн деген өлеңдері жалпы саны 106 өлеңі осы патшаның жергілікті билеушілері хан сұлтандарға қарсы жазылған. Және олардың бетпердесін ашатын жырлар болды. Махамбеттің осындай лирикалық өлеңдері әрине басшыларға ұнаған жоқ, әрине оның соңына қуғыншы салуы да заңдылық болып табылады. Сонымен бірге Махамбет көбінде Исатайға деген сағынышын өлең жырлармен беріп отырды. Тайманның ұлы Исатай, Исатай деген ағам бар, Исатай сөзі, тарланым деген өлеңдерінің барлығында Исатайға арнаған жоқтау сарыны басым болады. Оның өлеңдерінің құрылысында осы тілдік шеберлігі, поэтикалық тілдің жоғары болуы, тіл құралдарының артуы, барлығы халықтың рухты жандыратын жауынгерлік күштерінің асуына әкеп соқтырады. Кей ақынның жырларында орыс, араб, парсы сөздері де кездесіп қалады, сонымен бірге шағатай тілінде де жазылуымен ерекшеленеді. Қазіргі күнде осы Исатай мен Махамбеттің көтерілісі туралы халық арасындағы үлкен ескерткіштер осы Махамбет пен Исатайға салынған жеке-дара кесенелері, сонымен бірге Атырау қаласындағы осы Исатай мен Махамбеттің ескерткіштері салынып тұр. Ақын халық бұқарасының зор күшіне сеніп өтті. Егер ел болып бірігіп әділетсіз хандарға қарсы шықса, ханды тақтан тайдыратынына күмән келтірмеді. Өкінішке орай Махамбеттің жырлары Махамбет өлгеннен кейін ғана барып қатарға қосыла бастады.